Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен қазанға қалай нан жабу керектігін көрсетемін. Алдымен бізге осындай қамырымыз, оның дайындалу жолын төменде описанияда қалдырамын. Нанымызды бөліктерге бөліп жасап аламыз. Екі тұқым алып, ағы мен сарысын бөліп аламыз. Нанымыздың астына ағын жағамыз. Қызып тұрған қазанның қақпағын алып, нанымыздың теріс бетіне тұқымның ағын жағамыз. Осылай біркелкі жағып болған соң, қазанымызға жабыстырып аламыз.